Балдырған Бөбекжай бақшасының тәрбиешісі Ұлтарақова Нұржанар Зайнешевнамын. Айдана Нұрлан қызы. Біз бүгінгі тәжірибемізде тұздың қасиеті туралы жасаймыз. Тұз суда ериді ме деген бірінші тәжірибемізді бастаймыз. Бізге ол үшін не керек? Су керек. Тұз керек. Қасық керек. Қане, біз тұздың суда еру қасиетін қазір зерттейміз. Саламын тұзды. Тұзды салып араластырамыз. Көрейік. Тұз қайтты? Келді. Суда еріді, е? Келесі жұмыртқа суға батама. Мақсатымыз тұзды судың көтерілу күшін көрсету. Ол үшін бізге Су. 2 стакан су керек, е? Және тағы не керек? Жұмыртқа. Неше жұмыртқа? 2 жұмыртқа. Және тұз керек. Енді 1 стаканға тұз саламыз, 2 стаканға тұз салмаймыз, е? Қане? Тұзды көбірек салайық. Тұзды суға көбірек саламыз, е? Жұмыртқамыз сал көрейік. Тұз салмаған суда жұмыртқамыз қайтты? Бат кетті, е? Ал тұз салған суда жұмыртқамыз? Батқан жоқ. Батқан жоқ. Өйткені көтеріліп тұр, е? Өйткені тұзды судың тығыздығы көп екен, е? Жұмыртқадан. Сол үшін жұмыртқамыз батпады. Тәжірибемізде ащы су менен тұзды судың қасиетін анықтаймыз. Ол үшін бізге тұз керек. Бояу керек, е? Енді біз біреуіне тұз саламыз. Тұзды су. Көрік саламай. Тұсап араластырамыз, е? Тұзды көбірек саламыз. Жақын саламыз. Тұзды көбірек саламыз, е? Біз сонда ащы су менен тұзды судың тығыздығын анықтайтын боламыз. Енді осы тұзды суға қандай бояу қосайық? Қызыл бояуды, е? Қызыл бояуды қосамыз. Оны жақсылап отырып қайтеміз. Аластырамыз. Енді 2 стаканға қандай түс салайық? Көк салайық, е? Жақсылап отырып араластырамыз. Қандай түс шықты? Көк түс шықты, е? Енді осы 1 стакандағы су тұзды су, 2 стакандағы жай су, е? Енді осыны жайлап отырып, осы тұзды судың үстіне, жоқ, тұздың үстіне жай суды қосайық. Көкті қосамыз. Жайлап отырып қосамыз. Қосамыз. Тұзды суға, дағы қызыл бояуға, ащы судағы
бояуды ақырын араластырдық, иә? Соның нәтижесінде бояу араласты ма? Жоқ. Араласпады, иә? Иә. Өйткені тұзды судың тығыздығы үлкен екен, иә? Жай суға қарағанда. Соны міне көк бояуымыз бетінде тұр, қызыл бояуымыз астында. Бүгінгі зерттеу жұмысымыз аяқталды. Сау болыңыздар.